Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен жасалуы оңай бауырдан жасалатын рулеттің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін 500 грамм бауырды алып, оған 2 жұмыртқаны саламыз. Татымына қарай тұз және қара бұрышты саламыз. Жақсылап араластырып, бір келкі масса етеміз. Содан соң бір қасық сұйық майымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымыздан 4 қасық ұн саламыз. Оны да жақсылап бір келкі масса етіп араластырып шығамыз. Противенге бір келкі етіп жайып, алдын ала 180 градусқа пешімізді қыздырып аламыз. Қызған пешімізге 15-20 минутқа салып, пісіріп аламыз. Бауыр піскенше салмасын дайындаймыз. Оған бізге бір жуа және бір сәбіз керек. Видеодағыдай етіп, жуаны осылай турап аласыздар. Сәбізді үккіштен өткіземіз. Табамызға сұйық майымызды құйып, майымыз қызғанда жуамызды салып, кішкене қызарғанға дейін қуырып аламыз. Оның үстінен алдын ала күштен өткізген сәбізімізді салып, оны да бірге қосып қуырып аламыз. Бауырымыз да пісті. Енді ішіне салатын салмасына бізге майонез, 2 тісше сарымсақты салып, үстінен укропымызды салып араластырамыз. Піскен бауырымыздың осылай кері бетін майлыққа осылай төсеп алыңыздар. Арасына осылай майонезімізді жағып, сәбізді салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Бауырды видеода көрсетілгендей орап, пищевой пленкаға орап, холодильникке кемі 2 сағатқа қоямыз. Мінекей, біздің бауырдан жасалған рулетіміз дайын болды. Өте дәмді, хош иісті болып шығады. Қыздар, жасап көріңіздер, себебі бірге дәмдірек.